Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздер Бека Төлеу YouTube арнасындасыздар. Бүгін мен сіздерге Дәулет Төлеутайұлының «Жинақтаймыз» атты кітабына шолу жасап, толыққанды әрі қысқа да нұсқа ақпаратты айтып беремін. Ендеше уақытты жоғалтпай, кеттік. Ең алдымен қысқаша ресми ақпаратты айтып өтейін. Осы кітап былтыр, яғни 2021 жылы Алматы қаласында орналасқан Арнау Принт баспасынан шыққан. Идея авторы Дәулет Төлеутайұлы, беттеуші дизайнер Жасұлан Бостандықұлы, ал редактор Абай Алмасұлы. Мен бұл азаматтарды Қазақстан халқына игі қызмет атқарып жүрген азаматтар ретінде санаймын. Ендеше бірден кітаптың мазмұнын қарастырайық. Ең алдымен кітапты ашқан бетте бірінші парақта Абай атамыздың мынандай бір нақыл сөзі бар, жазылып тұр. Мен соны сіздерге оқып өтейін. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айына бір, өз-өзіңнен несеп ал. Осындай бір керемет Абай атамыздың нақыл сөзі жазылған. Құрметті достар, егер де осы нақыл сөз қай қара сөзден екенін тапсаңыз, және өз ойыңызды осы қара сөз туралы комментарийға қалдырып кетіңіз. Енді достар, кітапты ашып, алғы сөз туралы сөз қозғайық. Алғы сөзде Дәулет аға өзінің стилінде мотивациялық ой тастап, жігерлендіретін сөздерді жазып, осы кітапты әр қазақ оқыса екен деген ізгі ниетін білдіреді. Мысал үшін, аталған ақпараттық күнделіктің ұстанымы ақша жинауды қалыпты үрдіске айналдыру. Өз шығындарыңызға есеп беріп, мейлі сіз айына 50 мың теңге тапсаңыз да, осы табысыңыздан 5 мың теңге болсын жинауды үйрету. Яғни, мына жерде Дәулет ағаның стандартқа айналған цитатасы, яғни әр қазақ бай, білімді, баспаналы болсын, байыса қазақ байысын деген ізгі ниеті көрсетілген. Енді келесі бетін ашып қарайтын болсақ, күнделікті толтыру үлгісі көрсетілген. Бұл жерде бүгінгі күні орындалып істейтін маңызды жұмыстар, олардың ішінде маңыздылары, маңызды еместері, сол күнгі доллар бағамы мен дата көрсетілген. Сонымен қатар, күнделіктің астыңғы жағында, толтыру үлгісінің бетінің астыңғы жағында, осы күні сіз ақшаңызды қайда жұмсадыңыз, қанша табыс таптыңыз, соның барлығын қалай толтыру керек, дұрыс үлгісі көрсетілген. Және ең соңында білімге бағыт, яғни әр күн сайын білімге бастайтын ақпаратты жаттауға арналған қызықты деректер келтірілген. Мінекей 101 мың теңге жинаудың күнделікті толтыру үлгісі. Яғни осы жинақты күнде копилкаға ақшаңызды салып, осы жерге белгілеп отырсаңыз, сіз 100 күннің ішінде 101 мың теңге жинап үлгересіз. Және келесі айтатын жағдай ол, әр 30 күн сайын мен осы айда деген өзіңізге есеп беретін кері байланыс парағы бар. Яғни мен осы айда не үйрендім, қанша табыс таптым, қанша ақша жараттым, кітап оқыдым ба, қандай, қайырымдылыққа қанша теңге жұмсадым, яғни садақаның мөлшері, өзімді дамытуға қанша ақша жұмсадым, осы айда ең көп ақшаны не нәрсеге жұмсадым, қосымша табыс табудың жолдарын іздедім бе, спортқа қанша уақыт бөлдім, күнделікті деректерді жаттап жүрмін бе, және осы айға өзіңізге қоятын бағаңыз. Осының барлығы пайдалы ақпарат ретінде күнделіктің ішінде көрсетілген. Және әр ай сайын, 30 күн сайын халық даналығынан алынған нақыл сөздер келтірген. Мысал үшін, ақша кетуге тырысады, есеп ұстауға тырысады. 101 мың теңге жиналғаннан кейін, не болмаса кітаптың осы 101 күнге белгілегеннен кейін Дәулеттен ақпарат бөлімі басталады. Бұл жерде статистикалық мәліметтер, есеп-қисапқа байланысты деректер, мысал үшін 2021 жылға былтырғы минималды күнкөріс деңгейі ол 34.302 теңге деген сияқты. Айлық есептік көрсеткіш биылдан бастап білесіздер 3063 теңге болды. Сонымен қатар біздің республикамыздың ұлттық банк туралы
және өзіміздің валютамыз төл теңгеміз туралы қызықты деректер мен тарихи ақпараттар бар. Әрі қарай Қазақстан Республикасындағы медициналық сақтандыру туралы ақпарат берілген. Яғни бұл жерде тегін көмек кімдерге көрсетіледі, ақылы көмек кімге көрсетіледі, және қандай топтағы адамдарға жеңілдіктер қарастырылған, сондай ақпараттың барлығы осы жерде көрсетілген. Кітаптың арғы беттерін ашып қарай берсек, мұнда өте өзекті мәселе, яғни коронавирустың алдын алу үшін 7 қадам көрсетілген, және вакцинация туралы жиі қойылатын сұрақтар, сонымен қатар зейнетақы қоры туралы ақпарат, яғни зейнетақы қоры қай жылы құрылды, шығу тарихы қандай деген сияқты ақпараттар көрсетілген. Және осы бірыңғай жинақтық зейнетақы қорындағы төлемдер қалай жүзеге асырылады, ол қалай есептелінеді, әйелдер үшін зейнет жасы мен ерлер үшін зейнет жасы көрсетілген. Сонымен қатар шектік деңгейден асқан соманы сіз өзіңіз емделу үшін, немесе баспанаңызды жаңарту үшін, немесе жаңа баспана алу үшін қолдана алатындығыңыз туралы ақпарат көрсетілген. Осы жылдың сәуір айына дейін осы шектік деңгейлер қалады. Яғни президентіміздің жарлығымен осы мөлшердегі суммаларды әзірше мынандай қалыпта қалдыруын президентіміз өзі қадағалайды. Одан кейінгі ақпарат кәсіподақтар, яғни профсоюздар туралы ақпарат. Оған қалай кіруге болады, осы кәсіподақ немен айналысады, қандай құқықтарға ие болады осы кәсіподаққа мүше болған азамат. Сонымен қатар депозит туралы ақпарат берілген, яғни депозиттің мөлшерлемесі қанша миллион теңгеге шейін ол сақтандырылады деген сияқты ақпараттар көрсетілген. Енді мына бетте бізде патент туралы ақпарат көрсетілген, яғни өзіңіздің идеяңызды патенттеу арқылы сіз бизнес жоспар құрастыра отырып, өзіңіздің жеке табысыңызды, жеке қызметіңізді, жеке шаруаңызды бастап кетсеңіз болады. Келесі бізде тұрғын үй кезегіне кімдер тұра алады деген сұраққа жауап, яғни 11 пунктке сәйкес, мысалы үшін қандастар, зейнеткерлер, толық емес отбасы деген сияқты. Және барлықтарыңызға белгілі отбасы банк акционерлік қоғамы туралы ақпаратта берілген. Бұл жерде бал қалай есептеледі, соның формуласы, сыйақы мөлшері қалай есептеледі, соның формуласы сияқты көрсетілген. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, осы жылдан бастап ай сайынғы төлем 62.600 теңгеден депозитке салып отырсаңыз, сізге сыйақы мөлшері келесі жылдың ақпан айында түседі. Сонымен қатар тұрғын үй бағдарламалары туралы ақпарат берілген. 7-20-25 қай банктерден несие алуға болатыны, қандай шарттары бар деген сияқты мәліметтерде көрсетілген. Баспана кредит бағдарламасы туралы ақпарат, декреттік демалыс туралы ақпарат, яғни декретке миллионмен атты Дәулет Төлеутайұлының сабағы туралы да қысқаша кіріспе ақпарат көрсетілген. Және бірыңғай жиынтық төлем кім төлейді, төлеу мөлшері, мерзімі және тәртібі. Сол туралы ақпарат бар, яғни осы төлем жалпы не ол, оны кім төлейді және қашан қалай төлеу керек туралы барлық сұрақтардың жауаптары қамтылған. Осы ақпараттың соңында ең көркем боп, ең көзге түсерлік боп, адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі деген Абай атамыздың тағы да бір нақыл сөзі көрсетілген. Әрі қарай дәулеттен жиған терген бөлімі. Бұл жерде жеке бюджеттің үнемдеу тәсілдері туралы, ақша жинаудың 8 тәсілі туралы айтпақшы. Осы видео соңына дейін көргеннен кейін менің басқа да осы кітаптан алынған ақпарат негізінде құрастырылған видеоларымды тамашаласаңыздар болады. Кедейлікке алып келетін 9 әдет, білім артық па, байлық артық па деген менің видеома негізі болған ақпарат. Осының барлығы көрсетілген. Кітаптың соңғы беттерінде кішігірім анонс. Бизнеске бағыт кітабының 2-ші шығарылымы бұйыртса осы жылы күзде сатылымда шығады деген Дәулет ағаның жоспары бар екен. Құрметті көрермендер, бүгінгі менің Жинақ Таймс кітабына шоу жасау видеом аяқталды. Сіздерге
видеода айтылған ақпараттар қызықты және пайдалы болды деп ойлаймын. Менің басқа да видеоларымды көріңіздер, лайк басыңыздар, комментарийға өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Қазақы контент дамысын.